Ютубтағы көрермендер, қалдарыңыз қалай, аман есенсіздер ме? Сіздермен қайта қауышып отырғаныма өте қуаныштымын. Біріншіден сіздер жазылып қойыңыздар, екіншіден колокольчикті басып қойыңыздар. Сол кезде жазылған сұхбаттарды монтаждалғаны болар, тікелей эфирде болар. Сіздер асықпай тамашалай аласыздар. Ләззат, бүгін менде қонақта. Ләззаттан мен 3-ші рет сұхбат алып отыр екем. Бірақ екеуміздің де есімізде жоқ, бірінші сұхбатты қашан алғанымыз. Ләззат солай ғой, иә? Әлем біріншілігіне келдім ғой, 2016 жылы. Сол кезде бір рет алғас, біріншісін. Екіншісін содан кейін алдыз. Екіншісін қай кезде алдым? Әлем чемпионы болған кезде ме? Жоқ. Екіншісі мен турнирге барып келдім Сербияға, содан кейін алғас. Не өзгерді? Өзгеріс сол, жарыс. Өміріңде қандай өзгеріс болды сол 2016-тан бері? Өзгеріс мен сол спорт. Таңның атысы, кештің батысы спорт. Спорт. Шаршаған жоқсың ба? Шаршаған жоқпын. Шын. Кейде болады ма? Кейде болады, иә. Қандай жағдайда болады? Бұрындары ондай болмайтын, қазір соңғы кезде ойлайсың, енді жаста келіп жатыр ғой. Жасқа байланысты ғана, жасқа байланысты. Иә, жастар шығып жатыр, қаншама жастар спортсмендер. Ойлайсың, жастарға жол беру керек те. Жарайды, енді қазір кемпір болып әңгіме айтпай ақ қойшы. Себебі мысалы футболда дейді, футболда 28-30 жас бітті патолог, одан кейін пенсияға шыға берсе болады дейді. Бірақ біз көп жігіттерді білеміз ғой, жастары 40-қа кеп қалса да, Месси, Рональдо бар, басқалар бар, әлі күнге дейін ойнап жүрген, жастарға орнын бермей келе жатқан. Олардың бірде-бір сұхбатын естімеппін, Мессидің отырып айтқан, мен жастарға орнымды бергім келеді. Мен Рональдоның айтқанын көрмеппін, мен кетіп бара жатырмын футболдан деп. Неге? Себебі олар ақша тапқысы келеді ары қарай, бай болғысы келеді, мотивация стимул. Ер балдар. Қыз балаға кішкене қиындау. Олар бір шекараны бұзды ғой. Олар бұзды, мысалы, түсінікті. Футболда 40-қа дейін жүруге болады деген нені, мысалы, сондай бір тренд енгізді. Бізде де бокста 40-қа дейін жүруге болады. Әйел адамдар кішкене отбасын құру керек, семья деген сияқты, соны тек қана сол табиғи процесс. Иә, табиғи процесс үшін ғана сол. Қанша жас бокстағы қыздардың тағдыры, қанша жастан кейін пенсияға кете беруге болады? Сенің ойыңша? Негізі 40-қа дейін. Біздің тәрбие бойынша Қазақстан, бізде 30-дан кейін көбісі уже кетеді. Бірақ бір қызығы сол 30-ға дейін көбісі тұрмысқа шықпайды. Бар арасында шығып үлгеретіндер де бар, ол көбінше орыс қыздар. Қазақ қыздар спортты қойып сосын шығады, өйткені екеуін бірге алып жүру кішкене қиындау ғой. Мысалы, баланы тастап кету деген сияқты бізде. Күйеу қарамайды ғой бізде, сондықтан ғой. Бізде отыр үйде дейді ғой. Спортта да жаңа түсінік, жаңа промо, спортсмендерді жаңа қырынан көретін түрлі инструменттер пайда болып келе жатыр, байқайсың ба? Мен жай ғана мысал алайыншы, Пекин олимпиадасында болған кезде көп адамдар оның спортта жеткен жетістіктерінен гөрі парақшасына кірсең, мүлдем спортта жүрген адам емес сияқты. Жаңа бір трендтер кіріп келе жатыр. Өзінің ориентациясы туралы айту, елді таңғалдыратын боғауыз сөзін айтып қалу камерада. Абайсыз да болса да, алдын ала ойластырылған болса да. Бұл неден туады мұндай жағдай? Неден туды? Өйткені қазір интернет популярны болып жатыр, соның кейін өздерін популярны қылу үшін істейтін шығар. Жан жақтан. Мен солай ойлаймын, білмеймін. Көп этика бұзылып жатыр. Этика бұзылып жатыр, иә. Мысал келтіріп айтып тұрасыз ба? Бұрын кішкене адам деген ұялу деген сондай сөз болатын еді ғой. Қазір ондайдан мүлдем жұрдай елдің бәрі ұят дегеннен қалды ғой қазір. Бірдеңе болса ашық сала береді, бәрін айтып қалады, наоборот, олар больше лайк жинайды, больше солай популярны болады да. Соған олар бәрі құнығып кетті деп ойлаймын, білмеймін. Енді бокс ол ер азаматтар көбірек жақсы көретін, сонымен қатар ер азаматтар баратын спорттың түрі ғой. Мен қазір ол себеп салдарын сұрағым келмейді. Себебі бұл спортты сен біле таңдадың, өзіңе ұнағаннан кейін таңдадың. 1000 рет бұл сұрақты өзім де қойған шығармын. Гормон жағынан менің білгім келетіні, қандай да бір өзгеріс бола ма? Мысалы, сен қан тапсырып тұрасың. Сол кезде
дәрігерлер мысалы қандай да бір ауытқулар көп, мынау тестостерон көп, болмаса басқа гормон көп деп айта ма? Мен солай естимін. Гормон деген негізі біздікі жай адамдарға қарағанда чуть-чуть повышенный болады. Қыздар, спортсмен қыздарда. Қай гормон? Мужской гормон. Аха, мужской гормон. Біз қыз бала болғаннан кейін женскийден қарағанда кішкене мужской бізде сәл ғана кішкене, одан сәлден кішкене көбіректеу болса, ол уже дұрыс емес ол өйткені. Ол уже допинг ретінде андай, оны уже қарайды, тексереді, өйткені бірдеңе қабылдады. Иә, өйткені мужик болып кетті деген сөз ғой организмі. Себебі ер азаматтар баратын спортта жүрген қыздардың көп жағдайда, ашық айта берейік, көп жағдайда дауыстары өзгереді, жүрістері өзгереді. Яғни сол гормонның көптігінен деп ойлайсың? Иә, в основном неден ғой, штангада солай ғой. Темір көтеретіндерде дауыс қатты өзгереді. Бізде бокста ондай дауыс өзгермейді. Дене бітімі де қатты өзгереді деп айтпаймын. Бәрі сол қалыпты, сол гормональный жағынан повышение болуы мүмкін кішкене. Қандай сәттері өкінесің дәл осы спорт түрін таңдағаныңа? Өкінбеймін. Мүлдем мен керісінше ертерек келуім керек еді деген сондай көңілімде не бар. Өйткені мен кеш бастадым ғой, 17 жасымда бастадым, 3 жыл күресте жүрдім, сосын боксқа ауыстым. Сол кезде 22 жасымда бокста бастадым да. Ертерек келуім керек еді деген. Қазір толық жасың? 33-тен. Тұрмысқа шыққан жоқсың? Жоқ. Кішкене кеш бастап, әлі сомен әлі жүрмін. Құдай қаласа. Мысалы, бір адамдар, мен визуализация жасаймын, мен бақытты отбасының картинасы көз алдымнан кетпейді, мен өзімнің отбасымда осылай болғанын қалаймын деп айтып жатады, ашық айтады. Бола ма өзіңде сондай? Болады. Қалай елестетесің? Солай армандайсың ғой, өзің ойыңа неше түрлі істейсің. Мысалы, мен әрдайым өзімді бұрын кішкентай кезімде спортта көрген емеспін. Әкем мені спортта көрді. Ой, сен спортсмен туылғаннан солай көрді. Өйткені ерекше болып, ірі болып туылған. 5 килограмм болып туылдың? Иә, ерекше болып туылғаннан кейін спортсмен. Сол кісінің арқасында спортсмен болдым. Сол спортсмен болғалы бері мен өзім визуализация жасайтын, олимпиада медалін алу. Сол менен спортта енді бокс дамып, олимпиадаға мен салмағым қосылмады ғой, әлі қосылмады. 81-ден жоғары? Иә, сол мен әлге дейін үміттеніп, соны алтынды алып кетемін ба деп. Әрине. Барлық спортсменнің арманы олимпиада алтыны ғой. Яғни визуализацияда мен отбасы туралы сұраған едім, сен қазір маған медаль туралы айттың. Жоқ, отбасы туралы, мен спорт туралы жағынан айттым, отбасы туралы әке-шешем әрдайым қасымда болсын деген. Өзіңнің отбасың жайлы? Өзім отбасым туралы болашақта қандай? Бұрын ойламағам, қазір ойладым, ойлаймын да. Бақытты отбасы болу. Қандай бол? Сен үшін бақытты отбасы ол қандай? Мен үшін бақытты отбасы болу, бірін-бірін түсіну, бала-шағалы болу, бала-шағамен бірге тату, тәтті, ұрыспай, келісім болу керек та, сонда бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Біздің елімізде соңғы кездері спорт саласында федерация басшысын дауыс беру арқылы сайлау, түрлі спорт саласында жаңа трендтер пайда болып келе жатыр. Шынайылық та көбейіп келе жатыр. Әжіғалиевтің соңғы посты мысалы көпті таң қалдырды, көп адам күтпеген еді деген сияқты. Шын айтайық, біз бокс десе рингта төбелесіп жатқан адамды ғана көреміз, бірақ оның сыртындағы жұмысты, интриганы, допингке қатысты, прессингке қатысты, қысымға қатысты дым білмейміз. Шын, жаңағыдай бір қиын жағдайларға түскен жағдайда ғана, сондай ма не деп біліп жатамыз. Мен мысалмен келтірейін. Әжіғалиевті бір мысал қылып алдым, өзің ойланып жауап берерсің. Жаңағыдай қысым көргеннен суицид жасаған спортшы. Оны да білесің бұл жағдайды. Тренерден қысым көргеннен спортты тастап кеткен спортшы. Түрлі жағдайлар бар.
допинг бөлек әңгіме. Айта қойшы, осы жағдайлардың барлығы неліктен болып жатыр деп ойлайсың? Жеке өзіңнің пікірің. Қандай да бір есімдерді айтпай-ақ қояйын, федерациямен ұрыспай-ақ қояйын, неғылмай-ақ қояйын десең, оны өзің білесің. Дегенмен бар ғой мұндай проблемалар. Әрине, ондай проблемалар көп қой. Түсініспеушілік деп ойлаймын мен. Арасында түсініспеушілік болуы мүмкін. Тренермен ашық сөйлеспеуі мүмкін. Неге тренерлер өте қатал? Олар қатал болғаннан кейін спортсмен нәтижеге жетеді деп ойлайды да. Содан кейін спортсмендерді солай кішкене қысатын шығар деп ойлаймын мен. Қандай кезде сен тренерден қысым көрдің, жеке өзің? Бірақ олар түсінбейді, спортсмен сол қысымды көтере ала ма, көтере алмай ма. Білу керек та, психология жағынан кейбір спортсмендерді бар, который көтере алмайды. Іштей өзін жеп, сосын ондай жағдайлар болуы мүмкін. Өзіңде мысалы сондай да бір оқиға болды ма? Мысалы, қысым көрген, болмаса сені түсінбеген кездері? Қысым көрген жоқпын мен. Тренерім мен аузым бір-екі сөз айтпай бір сразу түсінеді. Сенен қорқатын жоқ? Жоқ, ол психолог изучать еткенде, и мен бір взглядымнан бәрін біліп тұрады. Мен не істеуім керек, что я хочу, мысалы. Тренировка бывает, кейде нагрузка қатты көп болып кетеді. Сол кезде настроение түсіп кетеді, ағай, жетеді. Кей кезде наоборот айтады, үстінен қосады, нагрузканы қосады, ұрсады. Соның бәрін көтересің, өйткені білесің, что нәтиже көрсету керек. Мысалы, біз мирдің алдында сол тренермен солай дайындалдық. Ол маған айтты, сен мен тыңдайсың, и нәтиже көрсетеміз. Мен ол не айтқанын бәрін істедім. Жүгір дедім, жүгір. 3 тренировка болсын, 4 тренировка болсын. Бір жерім ауырып тұрса да, соның бәрін через боль істедім. Зато нәтиже болды. Бірақ ауырып тұрса да, ауырып тұрған кезде ішіңнен боқтаған шығарсың ол адамды. Болады, бірақ өзіңді жеңе білген кезде сен әрине жетістікке жетесің. Не саған ұнамайды, мысалы, тренерлардың, мен жалпылама тұрғыда айтып отырмын. Тренерлердің қандай іс-әрекеті ұнамайды, мысалы, саған? Қай спорт түрінде қыз балаға тренерлар тым қатал? Қай спорт түрінде? Иә. Мен басқа спортты қатты аса біле бермеймін, өзім күресте болдым, сосын бокс. Сол екеуін былай салыстырып көрсем, қатал деп айтпаймын, көп нәтиже көрсетеді, қатты требовательный сол бокста. Бокста, күреске қарағанда. Иә. Мен де солай болды да, өйткені. Сосын кейін мен өз басқалардың несін білмеймін. Жақсы, ұрысып қалған кезің болды ма тренеріңмен? Болады ғой, бір-бірімізбен түсінбей. Ұрысып, былай ұрыспаймыз. Ренжіп қаламын да, үндемей, сөйлемей қоймын, мен ренжіп қалсам үндемей. Бір-екі апта сөйлеспей жүреміз. Сосын ашық сөйлесеміз да, соны қайтадан бастаймыз. Қайтадан достасасыңдар ма? Ләззат, айта қойшы. Мен допинг туралы түрлі жаңағы скандалдар оқыдым. Түсінбейтін маған допинг деген не нәрсе, неге оны ішеді, немесе жейді, білмеймін, тағы да айтып отырмын. Және де оның астарында бір қандай да бір саясат жатқан жоқ па? Допингті саясат деп, ол көбінше Европа жақта айтуға болады, но Қазақстанда бізде допинг деген енді дамып келе жатыр. Бізде медицина, допинг жағынан бізде әлі слабыламыз. Біз мысалы даже білмейміз да, кейбір кезде ауырып қаласында аптекаға барып бір дәрі іше саласың. Иә. Оның ішінде допинг болады. Біз оны білмейміз ғой. Спортсмен әдейі барып допинг ішіп, мен біреу тоқтам деп, көп спортсмендер олай істемейді. Мысалы, мен өзім қанша 15 жыл спортқа арнадым. Ойбай, мен допинг ішіп біреуді барып отайын деген ешқашан олай ойлаған емеспін. Шын? Иә, шын. Өз қара күшімен, өзімнің жігеріммен, өзімнің характеріммен аламын. Болады ғой, жарайды, ішсем онда тұрған не бар, болмай ма? Жоқ, ондай болмайды. Сен өткен білесің последствиясын. Допинг деген ол последствиясы болады. Сосын ол запрещенный препарат. Ол бәрібір шығады. Ол не нәрсе, міне айтып отырмын, мен білмеймін. Ол не нәрсе? Допинг деген витамин, даже біз мұрынға себетін бар ғой, соның өзі допинг шет айтса. Потому что
сол бізге допинг сабақтарын несін үйретеді ғой неде сборда жүргенде. Сол кезде бәрін айтады, мынандай ішуге болады, мынандай ішуге болмайды. Біз білеміз ғой. Бірақ спортсмендер бар ғой, жаңадан бастап келе жатқан, біреулер ауырып, шыдай алмай баратқан кезде біреу мә іше ғой деп бере салады, оны алып іше салады. Парацетамол деп ішуі мүмкін. Иә, біреулер айтады, мә атын білмеймін, іше салды, маған көмектесті дейді. Ол алып іше салады, ертең допинг көрсетеді. Бізде еще болады анда неде жарыста жүргенде тамақ тарелка, екі тарелка алып келіп қоясың да, барып суға барып келемін дейсің, тамағың бірден қосып жіберуі мүмкін. Өйткені қарсыластар сенен допингті алып тастаса, сен оларға... Мен жаңа сұрап отырмын ғой, саясат жоқ па дегенім сол ғой. Сол жағынан өзіңнің қарсыласыңды құлату үшін сондай әрекеттерді естігенмін, бірақ ондай көп емес. Ондайға баратын адамдар да бар. Сенен құтылу үшін, е? Иә, өзінің соперінен құрту үшін солай істейтін адамдар. Сол үшін әрдайым сақ жүру керек та. Өзің суыңмен, өзің тамағыңмен, неге көшеге, басқа елге барғанда солай жүру керек. Бокстағы қыздар, олардың тағдыры және олардың қазіргі жағдайы. Енді Назымның оқиғасы менің енді соңғы есімде қалған ең үлкен бір жағдай, яғни түсінбестік жағдай дейміз ба. Мен бокста жүрген қыздар олай ұрсады деп ойламаппын. Бет тырнасып, сыртынан бір-бірін жамандайды деп ойламаппын, шын айтам. Әлде ол кәдімгі өмірдегі дей ме? Бір-бірін көре алмайды екен. Соперничество ғой, бір салмақта екі қыз, екеуі лидер болып тұрғаннан кейін, екеуі де мысалы чемпионат мирға, олимпиадаға бір-ақ адамды апарады ғой. Сол үшін бірін-бірін көрсеткісі келеді, бірін-бірін. Олар қатты бетіп ашық ұрысқан емес. Интернетке салып жібереді, соның былай шум шығып кетеді да, ондай прям бетіп сборда ондай ұрыс керіс ондай болған емес. Мен қазір бірақ рингке екеуі от души қырылады. Рингтен шыққаннан кейін үндемей сөйлеспей жүреді. Жоқ, енді мен оны айта алмаймын, бұл кішкентай скандал болды. Бұл өте үлкен скандал болды. Өйткені интернет қазір кішкентай түймедей нәрседен түйдей қылып жібереді ғой. Жоқ, дуалау дегенге дейін кетіп қалды ғой. Дуалау деген да сондай да не болды. Соңында бір адамның тіпті бокстан кетуіне апарды емес пе? Ол дуалау дегенде мен білмеймін ол не екенін, бірақ сондай бір жағдай болды да сборда. Соны білмеймін енді. Прокомментируй, пожалуйста, қалай ойлайсың? Осы жағдайды енді іште жүріп білесіңдер. Жеке өзіңнің пікірің. Жеке мен пікірім, мен оны вообще түсінген жоқпын, не болып, не қылған. Өйткені біз сборда тренировка барасың, келесің, жатасың, потом аяқ астынан айғай-шу болды, собрание болды. Сол кезде камерадан көрген екен, там какой-то непонятный бірдеме. Допинг бар, иә. Сеуіп ватыр деп, ол бір құдай біледі, допинг ба, там дуалау ма, ешкім білмейді. Сол мәселе туралы собрание болды, анау Артаев араласты әңгімеге. Иә. Сәрсекеев араласты. Сәрсекбаев, иә, кешірім сұрайын. Сонымен жабылды ғой бәрі. Бірақ аяқ жағын білмеймін, не болып, не қылған. Мен вообще араласқан жоқпын ештеңе. Мен ондай нелерге араласқым келмейді. Өйткені мен білмеймін ғой мен. Өйткені сенің весіңде ешқандай да конкурент жоқ. Болса да мен ондай істей алмаймын. Болса да бір ұрам. Барлық нәрсе рингте шешілу керек қой. Өзіңнің қарсыластарыңның мұрнын бет қылған кезің болды ма? Мұрнынан қан шығып, қабағы жарылған. Қабақ бізде жарылмайды, өйткені біз негеміз. Мұрын қанаған, мұрны бет болған. Бет қылдың, е? Кімнің? Қыздары соперница, атын атамай қойын, ертең естіп ап, ойбай деп жүрсе. Ойбай, мен өзім ақтауып аламын ғой интернеттен. Құрметті ютубтағы көрермендер, Ләззат кімнің мұрнын бет қылды? Комментарийға жазыңыздар астына. Әйтпесе мен қазір атасам, кейбір есімдерді немесе Ләззат атаса, ол кісілер шынында да ренжіп қалады. Жоқ, қазақстандықтарды прям... Қазақстандықтар демей-ақ қояйын. Иә, шетелдіктерді. Иә. Россиянка, Сербияда мен 5 рет бардым, Сербияға 5 рет чемпион болдым. 5 рет, 5 кімнің? Сол жерде Сербия, Хорватка, Украинка. Аттарын аташ, аккаунттарын белгілеп қойын. Аттарын есінде жоқ. Қандай, білмеймін,
адамның көңіл күйі қаншалықты әсер етеді рингке шығар алдында? Көңіл күйі Иә. әсер етеді. Мысалы, мен мысал айтайын, иә. Өмір ғой енді, жігітіңмен ұрысып қалуың мүмкін. Дәл бойдың алдында. Әсер ете ме? Әсер етеді. Бізде болған сондай жағдайлар. Маған әсер етті. Мен чемпионат Азияда финалда шығуым керек еді. Мамам больницаға түсіп қалды. Операцияға. Сол кезде мен финалда дұрыс боксты салмадым. Ойым басқа жақта болды. Бір нәрсеге нақты жұмыс істеу керек қой. Мен ойым басқа жақта жүргеннен кейін просто уақыт бітсін деп жай бокстап шықтым. Өзім көңілімді салмадым. Содан кейін бой басқа жерге сопернигіме кетті финалда. Сосын тренерім қайда болдың, қайда не ойладың, иә. Ұрысып неғып еді, мен мамама осылай деп айтып едім, сосын үндемеді, жарайды деп. Енді ондай ойламашы, мысалы, қандай да бір ережелер бар ма? Мысалы, мен бойға шығар алдында, яғни мынадай нәрселерді істемеймін деген өзің ережең бар ма? Бар. Мынадай нәрселерге жемеймін, болмаса мынадай нәрселерді қарамауым керек деген сияқты. Бойдың алдында андай кинолар бар ғой, кішкене көңілім түсетін кинолар, сондай қарамаймын. Сосын бойдың алдында көңілді жүруге тырысасын әрдайым. Көңіл күйің бәрі бойға не қылады, әсер етеді ғой. Біреумен ұрыспауға тырысам. Сосын қазір әке-шешем, бүкіл туыстарым біледі, мен көңіл күйімді құртса, мен бокста салмай қалатын. Олар мен кеткен кезде хабарласпайды. Пока өзім хабарласпағанша. Көңілімді бұзбайын дейді. Сосын мен өзім хабарласам, бәрі жақсы ма деп. Иә. Кімге, мысалы, жеңген жағдайда бірінші кімге хабарласасың? Бірінші анама. Мамаңа. Екінші? Әкем. Үшінші? Бүкіл туыстарыма деп. Общий чатқа лақтырам десе, видеоны, иә? Иә. Өте өмірде көңілді екенімді білем, Ләззат. Не нәрсе сені ренжітеді? Ренжітеді? Өтірік алдау. Біреу мені алдаса, қатты ренжимін. Білмеймін, өзім онша алдағанды ұнатпаймын, алдап көрген емеспін. Алдай алмаймын да. Алдап атсам сразу бәрі біліп қояды. Бокстағы проблемаларға тоқталайықшы. Әсіресе қыздардың тағдыры деп қалдым. Ол ұзақ емес. Оны өзің айтып отырсың. Ұзақ емес. Иә, ұзақ емес. Қазіргі жағдай салыстырмалы түрде 5 жыл бұрын қандай болды, 10 жыл бұрын қандай болды? Спорт, бокс, мен бокста жүргеніме 2010-нан бастап 12 жыл болды. Именно киім жағынан, зал жағынан бүкіл жағдайлар жасалып жатыр, өйткені залдар ашылып жатыр, киімдер, форма, жыл сайын обновка киімдер береді, өйтеді. Барлық жағынан жағдай жасалып жатыр. Білмеймін, тағы бір менің өзімнің ойым спортсмендерге кішкене зарплата қосса екен деген. Қанша аласың? Айтпай-ақ қояйын. Құрметті менің ютубтағы оқырмандарым, көрермендерім, сіздер оны жазыңыздар. Спорттағы, бокстағы қыздар қанша алады? Бұрын бокста жақсы алатын, біз қазір соңғы кездері кішкене азайып қалды. Пандемия сонда әсер етті ма деп ойлаймын. Айтпай қойын болғанда, онда тұрған не бар? Айтқанда керісінше бәрі түсіну керек қой. Шында да аз екен ғой деген сияқты. Мүмкін ол саған аз, біреуге көп шығар, немесе керісінше ол саған көп, біреуге аз шығар. Қанша соңғы алған карточкаңа түскен ақша? 200-дің үсті ма? Жоқ. 200-ден де төмен. Төмен. 200 мыңнан төмен аласыңдар. Бұл сен күнде шынығасың? Күнде шығанам. Күніне қанша сағат шынығасың? Күнде тренировка жасаймыз. Үйде мен өзім бір тренеріммен таңертең зарядка, прогулка өзім самостоятельно. Сосын кешке
тренермен залда жасаймыз, спарринг, беговой, кросс, бассейн, разнообразно істейміз ғой. А сборға барған кезде 3 тренировка. Күнне? Күнне 3 тренировка. Сборда таңертең 8-де, 11-де и 5-де. Үйдің кезінде ол 2 рет. Сбордың қалай өтетінін білгіміз келеді. Біздің спортшыларға жағдай жақсы жасала ма сборда? Сборда, біз базаға кіреміз. Питание бәрі сұрайды, кім салмақ тастап жатыр, соларға өздеріне отдельный питание, қалғандарға бөлек питание, жататын жер, бәрі ыңғайлы, бәрі жақсы. Ләззат, өзіңе салмақ тастау қиын ба? Салмақ тастау қиын емес, өйткені мен изучать еттім, бәрін диетологияны изучать еттім, қандай тамақ. Өйткені мен қазір тяжеловесте выступать еткеннен кейін мен қазір салмақ қумаймын. Наоборот, қосуың керек. Мен соперницаларым бар, 130-150 килограмм. Маған массамен басып тастайды да мені. Басып емес, езіп тастайды десейші? Иә, содан кейін мен тренерім кішкене... 130 деген ол қалай? Мен чемпионат... Бойы қанша? 2 метр. Ой, елки, не деген ол ұзын, не деген... Мен чемпионат мирда китаянкамен бокстастым ғой, сондай. Китаянка 2 метр? 2 метр. Китаянка? Китаянка 2 метр. Неде, ютубта бар. Қарайым десеңіздер. Салмағы 130 килограмм. Үлкен. Сол мен шыққан кезде... Ай, ол китаянканың жет атасында басқа бір ұлтқа барау деймін. Бар сияқты. Өзіміз былай қарайтын, қайдан шыққан китаянка. Сен бойың неше? 75, 1,75. Ой, сенен 25 сантиметр. Бір басқа? Бұлай қарадың? Иә, 2,15 ба, сонда бойда. Сонда ол бар ғой, ол да еңкемей-ақ, ол бұлай ұрса сенің бетіңе тетін болып тұр ғой, иә? Расы? Расы, иә. Қол ұзын ба? Қол ұзын, иә. Қаншалықты қолдың ұзындығы маңызды бокста? Бокста маңызды қол ұзынды, бірақ көп спортсмен оны өз қолдана білмейді. Қол ұзын адамдар алыстан жұмыс істесе, мысалы мен оған жете алмайтын едім. А ол маған жақындай берген сайын, маған наоборот жақсы, өзіме ыңғайлы болды. Головкиннің приемы. Иә. Ол маған жақындаған сайын маған ыңғайлы болды да. Если ол қаша берсе, мен оны жете алмайтын едім. Басын былай итерсе, мен қалай жетем оған. Рас, иә. Не маңызды бокста қыздарға? Қолдың ұзындығы? Тағы? Қолдың ұзындығы, жылдамдық. Айтады ғой, мысалы, мынау бокста жүрген, мына боксшының мына жері әлсіз, сол жерінен ұру керек деген сөз. Енді мен балаларымнан естимін, негізі мен онда өзім былай құнттап білмейді екем. Сол шында да қыздарда бар ма сондай точкалар? Сол точкадан ұрса бітті қатат деген. Именно біз точкадан ұрмаймыз. Точка емес, енді мен оны былай шамалап айтып отырмын ғой. Біз былай точкадан неден ұрмаймыз, бірақ біз білеміз, уже соперниктен бірінші раундтан қадағалап бірінші шығамыз. Бір-екі рет қатты ұрғаннан кейін біреулер қайтып қалады. Уже төбелескісі келмей, уже сондай соперниктер бар. Біреулер қайтпайтын соперниктер бар. Уже сен бойынан шыққанда белгілі болады. Кіммен до конца төбелесу керек, кіммен уже можно сразу сломать деген сияқты. Сразу бірінші раундтан белгілі болады. Дайте нам только волю, кого сломать. Духпен алып кететін кездер бола ма? Духпен, иә. Ол үшін не керек? Маған осыны түсіндіріңіздерші, мысалы, ол қалай? Спортсменге... Мыс қой ол, былайша айтқанда, иә, қазақша? Бүкіл спортсменге дух керек. Сол дух болса, сен любой жаңағындай неше түрлі қатты тұратын спортсмендер бар. Мысалы, мен американкамен шықтым, удары еркектен қатты. Мен балдармен спаррингте тұрам ғой. Үйреніп қалғанда, американкамен бірінші рет шықтым. Аты кім? Ұрған кезде Шадайся Грин. Интернеттен тауып қоям қазір. Содан кейін ол мен ұрған кезде мен ұшып кете жаздадым, сосын ойладым, саған. Мен духпенен оны жеңіп кеттім, духпен. Қайтпадым мен, қайтпадым. Ол мен ұрады. Сөйтіп құлап атсам да, ұрып кетеді, иә. Чтоб мен бір рет... Жақсы аяқпен ұрған кебуге болмайды, да? Не мода? Боксқа шыққанда, взвешивание, бірдеңе дегенге шыққанда, осы ұрдажы қазір сойып жіберем сені деп, осы үйсіп шығады. Сендер де рингқа сындыру керек, духпен сындыру керек. Иә, сендер де рингқа шыққанда сөйтіп шығасыңдар ма? Ал, қане, давай. Типа, есте аласың сен маған деген сияқты. Бар ондай, бізде европанкалар сөйтіп өздерін көрсетіп шыққан жақсы көреді. Қалай мысал?
өйткені сенімен шығып жатыр, саған қарайды да көзінен бүйтіп, былай істейді. Қалай? Сындырам дейді. Алыстан бүйтіп келеді, сосын қарайсың да. Сен күлесің ба? Маған смешно, потому что бізде олай істемейді ғой. Просто өзінің несін әлсіздігін көрсетіп отыр ғой. Сен де бір прием үйреніп алмайсың ба? Қазақша. Ешкім түсінбейтін бір приемды. Показға жұмыс істейді. Иә, показға. Шоу ғой. Бірақ сол мыс туралы, ол демек рас болып тұр ғой. Бізде бар ма, мысалы, қыздардың арасында, бокстағы қыздардың арасында сондай бір шоудың элементтерін пайдаланатындар? Бар. Қыздар бар. На судьи, на зритель жұмыс істейтін адамдар бар. Мысалы? Маған қызық, мысалы, кім шоу жаса... Мысалы, мен Странжа деген Болгарияға барып келдім, осы 2-3 күн болды келгеніме. Сол жақта ирландка болды 60 килограммда. Сол шоу адамдарға, зрительге жұмыс істейді. Бір қарақ қояды, бүйтіп күліп, бүйтіп, екінші біреуге қашып кетіп. Инстаграмға түсіп, біреуге тиктокқа түсіп беріп арасын. Өзін көрсетіп, солай жүреді. Сондай біреулер бар, жоқ. Жан-жағын адам көрмейді, чисто соперникті көреді, төбелесе береді. Содан кейін бар ғой, рингқа шыққан қыздарда жабыстырылған кірпік болмайды. Әлде бола ма? Болмайды. Болмай ма? Болмайды. Неге? Көзіңе бір ұрса кірпігің кіріп кетеді. Бетке ұрады ғой жақта. Ерні боямайды? Біз боянбаймыз. Неге? Жоқ, шоудың элементтері дегенге айтып отқаным ғой, енді ол қандай да бір ереже ме, яғни рингке шыққан қыз боянуға құқы жоқ. Әлде ол боянуға болады, онда бізге запрет беріп жатқан ешкім жоқ. Бірақ ыңғайсыз ғой, ыңғайсыз боянып, сен терілейсің, аны үстіңе су құяды, ағып кетеді ғой. Жоқ, түсінікті ғой ағатыны. Мен тоналка деп жатқан жоқпын ғой? Жоқ, еріне блеск жаға болмай ма? Болмайды. Неге? Білмеймін. Олар ойлайды, может, сен допинг бірдеңе жағып алдың, ананың көзін шипетеді, бірдеңе бол, тоже бірдеңе болуы мүмкін. Кез келген оғаш нәрсе жаман қабылдану мүмкін. Мысалы, Европалар түсінбейді ғой. Мынау бірдеңе істеп алды деп ертең бізге жала жауы мүмкін. Сол үшін ондай лишний нәрсе, сырға, ештеңе болмайды. Жоқ, жаңа жарайды, ол басқа шетелдік 60 килограммдық қыз шоудың элементтерін қосады. Біздің қыздар ше? Біздің қыздарды атын атап шығайықшы, мысалы, әрбестегі чемпиондарды. Қызайбай, Назым қай килограммда? 50. Назымнан біз, құрметті достар, кішігірім сұхбат аламыз, және де сол сұхбатты да осы хабар барысында назарларыңызға ұсынамыз. Яғни жалпы бокстағы кейбір қиыншылықтар, және де Назымның жаңағы түрлі скандалдың ортасында болуы деген сияқты Назым өзінің көзқарасын айтады. Назым ең төменгі весте? Жоқ, 48 деген. 48 деген салмақ бар, ода... Төмен одан да бар ма не? 48, е. Назым қайсында? 50. Назым е. Ой, қандай қатты көп екен ғой? 12 салмақ бізде. Алдын 10 салмақ болған. Назым 50-де. Чемпиондарды атап шығайық. Алуа Балкибекова, Қызайбай Назым, 51, 54, 52 Жайна Шекербекова. Жайнаны білем, сұхбат алдым мен Жайнадан. Жайна Шекербекова, 54 Дина Жоламан, 57 Карина Ибрагимова, 60 Рима Волосенко, 63 Аида. Фамилиясы ұмытқам. Аида, 63, 69 Валентина Хальзова, 66 Дарига Шакемова, 81 Фариза Шолтай. 82-ден жоғары, 81 плюс сен өзің, е? Осы 12 қыздың ішінде тұрмысқа шыққаны бар ма? Валентина Хальзова, 70-тегі. 70-тегі. Бөпесі бар ма? Соның бөпесі. Валентинаның ғана. Ол жақында бала туып келді ғой, қайтып. 2016 чемпионат мирда екеуміз сол жақта бір алдық, ол содан кейін тұрмысқа шығып қайтып келді. Бала туып, қайтып босанып келді. Ал Валентина, жарайды, Валентинаның жағдайы бір бөлек шығар. Біздің қыздардың ішінде тұрмысқа шығып қайтып келгендер бар ма? Олар чемпион болмай-ақ қойсын, бірақ бокста жүрген. Бар, Марина Вольнова.
Марина Вольнова, иә. Олимпиадада Иә, қола Олимпиада, алған. иә. Тұрмысқа шығып, 2 баласы бар, қазір қайтып келдім, спортта, бокста жүр ғой. Тренер Жоқ, өзі қатысып жатыр. қай весте? 75-те. 75-те. Біраз болды Маринаны естімегенімізге айтпақшы. Қазақстан қатысты, Қазақстанда 2-ші орын алды. Тағы? 75-те мен жаңа ұмытып кеттім ғой, Надежда Рябец Олимпиадаға барған. Иә, Надежда, иә. Сол қыз бар еще, сол қыз. Тағы да кім тұрмысқа шықты? Тағы кім? Басқалар ма? Жоқ, басқалар шықпаған, иә. Көп жағдайда тұрмысқа шыққаннан кейін қайтып келмейді. Көп жағдайда да. Бокста қыздардың жасы 30-дан кейін олар ақырындап кете бастайды спорттан. Спорттан кете бастады, иә. Немен айналысады? Бәрі бірдей тренер бола ма? Жоқ, тренер болады. Әркім әрқалай ғой, кім немен айналысады, қалай ситуацияға байланысты ғой. Көп жағдайда? Көп жағдайға байланысты. Көп жағдайда не істейді? Тренер, сосын менің естуім бойынша көбінше тренер болады, либо спортзал ашады. Өздері кішігірім арендовать етіп, өздері тренировать етпесе де, сондай бокс залын ашады, фитнес зал ашады, сондай көбінше. Мен жаңа айлық жалақыны сен айттың ғой, бірақ сол әлі ойымнан кетпей отыр. 200 мыңға жетпейді деп қалдың, е? Бокста жүрген қыздардың айлық жалақысы неден құралады? Сенің тренировка жасағаныңнан ба? Сенің чемпионатқа барып результат көрсету? Результат көрсету керек. Результат көрсетесіз. Қазақстаннан құралады. Қазақстан біріншілігі болады. Бірінші, екінші, үшінші номер зарплатаға қойылады. Қалғандары? Қалғандары алмайды. Сол 3 номер. Ал егер бәсекелестік үлкен болса ше, олар? Бәсекелестік үлкен болса, солай. Ілінбесе ше деген, олар айлық жалақы тіпті алмайды, мүлдем алмайды. Айлық алмаса да, олар тренировка жасап жүре береді, пока ілінгенше, чемпион болғанша. Өмір сүруге ақшаны қайдан алады? Ол қиын ғой деген. Ол қиын, иә. Мен өзім солай жүрген басында. Күресте жүрген кезде зарплатаға іліне алмай, 3-ші орын алдым, үйттім, анда жүрдім, бірақ результат көрсеткім келді, өйткені мен де ыңғайым болды. Мен күрес самбода да, дзюдода да, қазақша күресте де бәрінен результат көрсеттім. Содан кейін зарплатаға ілінгім келді, іліне алмадым. Сосын боксқа ұсыныс түскеннен кейін айтты, бокста зарплата ілінесің, зарплата жақсы деп. Сон бокстан... Боксты таңдаудың себебі де сол болып тұр ғой негізі. Яғни тезірек айлық жалақы алу, және де ыңғайлы жолын іздедім, тезірек ақша. Сосын бокста бірінші келдім, бірінші орын алып кеттім. Бірден? Бірден. Бекер барыппын күреске деген шығарсың онда, е? Қанша жылым жоғалтып, е? Жоқ, бекер өкінбеймін. Сонымен, сол айлыққа ілініп, сборнаға кірдім ғой, боксқа 2010-да. Білмеймін еді, менің жеке пікірім, негізі, құрметті достар, боксты таңдайтын қыздар жоқ емес көп. Бокс деген әдемі спорт түрі, әйелді ұрған жараспайды, бірақ рингте 2 әйел бір-бірін ұрып жатқан шынында да кішкене біртүрлі көрінетін шығар кейбір адамдар үшін, бірақ бұл спорттың түрі болды, оның айырмашылығы жоқ, ол гимнастика сияқты, олимпиадаға кірген спорттың түрі. Бірақ айлық жалақыға іліне алмай қалған боксшыларда мотивация өліп қалатын сияқты. Ақшаны қайдан алады, қашанға кешесі көмектесе береді. Неге бұл сұрақты көтермеске, неге федерация бұл жерде шеше алмайды? Неге? Мен ол жағын білмедім. Ол жақтың бізге айтпайды ғой. Біз Қазақстан қатысамыз, осылай бөледі бізді. Ішінде выделять еткендерді, может, резервке алады олар. Резервте тұрғандар ала ма айлығы? Резервте тұрғандар алады. Алады, иә? Алады, иә. Сол ішіне, может, арасынан таңдап спортсмендерді алу мүмкін резервқа. Бәрін ала бермейді ғой оларды. Айлық алатындар көп пе бокста, айлық алмайтындар көп па? Білмеймін. Қыздардың арасында? Білмеймін. Бұрын бокс, бұрын алмайтындар көбейді, қазір алатындар көбейген. Көбейді, е? Көбейді. Бұрын бірінші, екінші номер ғана алатын. Қазір 1, 2, 3, еще резерв қосылды. Солай бөліп жатыр ғой. Шағайықшы, 10 боксшы болатын болса, қаншауы айлық алады? Шамамен, орта есеппен.
бірінші номерлар бәрі қалады, екінші номерлар бәрі Бірінші, қалады. екінші 10 адамның 3-еуі орын алғандар міндетті түрде айыл қалады. Резервте қанша адам тұруы мүмкін? Bir весте 10 адам болатын болса. О жағын мен білмеймін. Мысалы өзіңнің весінде. Резервте қанша адам? Мен салмамда резерв жоқ, өйткені мен олимпийский вес емес қой. В основном жақсы, иә. олимпийский салмақтар резервте тұрады. Өйткені оларда 81 плюс. 81 плюс. 81 плюс біздің елімізде көп пе? Көп емес. Қанша? Аз. Қазақстанда чемпионатта ары барса 5-6 ғана ғой. Қазақстанда. Иә, чемпионатта 5-6 спортсмен болады. Қыздар арасында кәсіби боксқа кету ойында бар ма? Болған. Енді Қазір білмеймін. ақшаға күрес, ақша үшін төбелесетін. Ақша үшін дегенде төбелесуге болады, иә, әрине. Білмеймін, бұрын кішкене мирдан кейін 25-27 жасымда көргім келді. Профессиональный бокста өзімді көрсеткім келді Қазақстанның. Бірақ қазір ондай ойым кішкене бұрын қатты армандайтынмын, қазір білмеймін ондай. Уже возраст келгеннен кейін ба ойлайсың. Бірақ әлде де если ұсыныс түсіп жатса, мүмкін Кетесің. мүмкін. Ұсыныс қандай болу керек сен үшін? Ұсыныс сен жағдайын жасап, ақша төлесе, әрине. Неге өзіңді жарнамалау үшін шетелдік мысалы агенттерге шығып көрмеске? Маған шетелдік агенттік чемпионат мирдан кейін ұсыныс берген. Америкаға барып тренировка жасап, Қазақстан атына шығасың ғой. Бірақ көп ойландым, сосын ойладым, келесі 2016-2020-да Токиода салмақ қосылып қалу мүмкін деген сыбыстар болды да. Содан кейін мен отказ бере салдым да. Сонымен қосылмады ғой мен салмағым Токиода. Өкінемін. 4 жыл потерял еді. Ну ничего, бұйырған солай болып тұр ғой. Енді келесі олимпиаданы күткім келеді. Келесі олимпиада 22. Иә, тағы да қосылып қалатын шығарсың деп, қосылып қалатын шығар деп ойлайсың ба? Мен оны күтем деп айтпаймын, қалай болады, алда көреміз енді. Бұйырған болады дейді. Мен енді алдымда планировать етіп жатқан жоқпын, мынанша жыл бокстасам деп. Бұйырған болады, көреміз. Қыздардың арасында түсінбестік, қыздардың арасында көре алмаушылық, қыздардың арасында бәсекелестік, қыздар кішкене сөзге жақын болады, сондай жағдайлар көп бола ма? Болады. Қай весте мысалы көбірек? Весте емес. Веске маңызды емес. Веске маңызды емес. Бірін-бірін онша ұнатпайтын да қыздар бар. Бірақ біз оны көбісі көрсетпейді ғой, бірін-бірін ұнатпайды. Кім-кіммен жақсы дос? Бәрін бүйтіп айта алмаймын. Кіммен білмеймін, даже кім-кіммен араласатын. Сен қай весте қыздармен жақсы араласасың? Сборныйда қыздардың бәрімен жақсы араласам. Өйткені білмеймін, соперничество анау-мынау деген жоқ. Мен соперничество болғанның өзінде де рингте мен аямай ұрамын да, бірақ рингтен шыққаннан кейін жаман естіледі екен. Мен бөтін шығарамын рингте, бірақ шыққаннан кейін екеуміз шай іше береміз. Иә, отыра бересің. Реніш қалмай ма іште? Болуы мүмкін шығар. Шын айтамын артынан, жай ұрсаң қайтеді, білейін, сен мен досым едің ғой, не болды соншама дөмпештеп. Бетке айтпайды. Айтпайды? Айтпайды. Бірақ іштей болатын шығар енді, какой-то неприязнь болатын. Жарайды, рингтан бөлек төбелес болды ма өміріңде? Рингтан бөлек школда болған, 9 класста ма, бір рет төбелескем, содан кейін. Ол ұрдың ба, қызды ма? Қызды. Не үшін ұрдың? Мен ұрған жоқпын, 4 қыз маған өздері жабылды да. 4-тен 4 жақ қарай лақтырдың ба? Ол кезде спортқа қатыспайды. Солай болып қалды, өздері маған, мен неден балдармен жақсы араласатынмын класста. Балдармен перемена шығып кеткем, келсем сумкамды жыртып шашып тастапты. Ойбай. Сонымен кім десем 4-еу атып тұрды, біз не істейсің деп. Сонымен деп төбелестік, төбелескенде 4-еу 4 жақта жатыр, потом директорға шақырды, анау-мынау. Сонымен мен как раз завуч тетям болатын. Сол директор ұрсып, сонымен қуып жібермекші болған 4-еуін. Завуч тетям айтады ғой, жел болмаса шөптің басы қимылдамайды. Өздері кінәлі, мен қанша жылдан бері племянницамды білем,
ешкімді обидеть етпей, даже құмырсқаны обидеть ететін адам емес бұл. Мен бұған сенемін деп айтты да. Директор өзі біртүрлі болып қалды сонымен. Кейін балдардың бәрі мен сөзімді сөйледі, я өздері тиісті деп. Бокстағы қыздар маған жыламайтын сияқты болып көрінеді. Жыламайды, жылайды, неге жыламайды, бірақ көрсетпейді жастарын көбінше. Өзің? Иә, менде де болады сондай, бірақ көрсетпейсіз. Адамға көрсетуге көрсетіп, біреудің алдында жылаған, өзінің слабостын көрсеткің келмейді. Көрсетпей жылап аласың. Қандай жағдай жылатты сені? Мен көп жылаймын деп айтпаймын, мен мынандай. Соңғы рет қандай жағдай жылатты? Соңғы рет, сол мамам больница операцияда қорықтым кішкене. Сол кезде жыладым кішкене. Кейін бәрі жақсы болды ғой, сосын. Сондай причинада жыламасам, былай жылай бермеймін. Былай мен жылауық емеспін. Жылауық емеспін. Сбор кезінде біздің қыздардың бір неше түрлі оқиғаға тап болатын туралы естіп қалады. Бұзықтық жасайды, жігіттермен қыдырып кетеді екен, түнгі клубқа барады екен деген сияқты. Рас па? Адам болғаннан кейін демалады ғой адамдар. Бірақ спортсмендер режим сақтайды, режимге тырысады. Бірақ біз қыздарды шақырады, туған күнге шақырады, анда шақырады. Сол кезде бармасаң ренжиді, кей кезде барып құттықтап шығамын деп 1-2 сағат отырып қайтасың. Сондай кездер болады, Арақ ішетіндер бар ма? Арақ ішетіндер бар шығар. Бола ма? Білмеймін, айта алмаймын. Өзің ішіп көргенсің бе? Ішіп көрген вино, шампанский жаңа жылда әке-шешемен бірге, өздері шампанский ашып бәріміз бірге. Жаңағы жыл құтты болсын деп ішкен кездер болды, бірақ мен ондай құмар емеспін, ішпеймін. Егерде тағы да қайтадан бәрін бастауға мүмкіндік болатын болса, таңдар ма едің боксты, не күресті? Боксты таңдар едім. Басынан. Басқа спорт түріне емес, Неге гимнастика емес? Білмеймін. Неге волейбол емес? Волейбол да ұнайды маған. Сенің бойыңа мысалы. Волейбол. Білмеймін. Может, волейбол таңдар еді. Бірақ бокс өзіме қатты ұнайды. Түсінген шығар, волейбол бокста. Қазіргі федерацияның басшысының жоспары және де көрсетіп жатқан көрсеткіші көптің көңілінен шығып жатыр деп ойлайсың ба? Мен о жағын білмеймін. Шығып жатқан шығар. Егер соңғы олимпиаданы алатын болсақ? Соңғы олимпиаданы алатын болсақ, менің ойымша дайындық, пандемия, адамдар... Себеп неде? Себеп содан деп ойлаймын, дұрыс. Яғни біз бірде-бір медаль алмауымыздың себебі Кеңес Рақышевтің басқаруындағы федерациядағы тренерлардың, бөлініп жатқан қаржылардың діттеген мақсатқа кейбір кезде жетпей жататындығы, тағысын тағы, оның барлығы бос әңгіме, түбегейлі мұның барлығы спортшылардың дұрыс емес дайындығынан деп есептейсің? Дайындығынан есептеймін, Өйткені біз өзіміздің пандемия кезімізде үйге жауып қойды, біз үйде отырдық. Біз спортсмен тренировка жасамаған кейін форманы құртады ғой. Форманы жинау өте қиын. Жоқ, одан кейін тағы да бір әңгіме болды. Қаншалықты дәлел бар жоғын білмеймін, айта алмаймын. Қаншалықты спортшылар дұрыс таңдалмаған деген. Дұрыс таңдалмаған? Олимпиадаға қатысатындар бұлар болмау керек еді деген пікірлер айтылып жатты. Келісесің бе? Ондайлар айтылып жатты, білемін, естідім. Ондай болатын шығар, спорт болғаннан кейін болады ғой. Мен де өзім талай спортқа келмей тұрғанда сондайлар естігем. Навесте мына баланы алу керек еді, ол медаль алып келуші еді деген сондай. Нақты мысалмен айтайықшы, мысал сенің ойыңша. Жақсы, біз қазір спорттағы, бокстағы әйелдердің ғана өмірі емес, біз енді кішкене үлкен спорт туралы әңгіме қозғай кетсек,
нақты мен қазір кез келген осы жерде тұр, ана оператор екі жігіттен де, Нариманнан да, басқа да жігіттерден сұрасам айтады, анау весте мына жігіт бармау керек еді, ол весте ана жігіт мықтырақ еді деп. Өйткені жігіттер енді көбірек қызығады ғой. Сенің ойыңша қай вестегі қай адам бекер барды? Мен оны айта алмаймын. Білесің, бірақ айта алмайсың. Білем, бірақ айта алмаймын, өйткені бастықтар шешеді ғой, начальство. Мен оны айттым, айтпадым. Неге барлығы сондай ыңғайлы позицияға көшкенді ұнатады? Неге айтпайды проблемаларды? Бұл проблемалар көтерілмесе шешілмейді ғой? Оны мен шеше алмаймын ғой, мен айтқанда. Сіздердің пікірлеріңіз кәсіби көзқарас қой. Біз жай түріне қарап айтуымыз мүмкін, басқасына қарап айтуымыз мүмкін, дене бітіміне қарап айтуымыз мүмкін, максимум көрермен. Ал сіздер іштей білесіздер ғой ол жағдайды. Іштей білеміз, бірақ айта алмаймыз. Айтқанның өзінде де мен прям балдарды біле бермем, қайсы мықты, қайсы бәрін қадағалап отыратындай. Мен өзім тренировка жасаймын, күні түні демалам, сол үшін. Ләззат, ренжімеш, мен сенбеймін, сен білмейді дегенге. Білем ғой енді. Оны қазір қозғағым келіп тұрған жоқ. Жақсы, түсінейін. Рахмет, Ләззат, уақыт бөліп келгеніңе рахмет. Мен қазір сенің кішкентай, келе қойшы балапан. Ләззат, саған кім болып келеді? Тетя. Тетя. Мамина сестра? Аха. Старшая сестра, младшая сестра? Младшая. Мамаңның кіші сіңлісі? Иә. Мамаң аты кім? Балнұр. Балнұр. Балнұр спортқа бара ма? Жоқ. Фитнеспен айналыспай ма? Жоқ. Жүгірмей ма? Жоқ. Папаң ше? Папам жоқ. Балнұрдың сіңлісі Ләззат? Иә. Былайша айтқанда. Мамаң сенің боксқа барғанын қалай ма? Қайда? Боксқа. Боксқа. Қалайды? Боксқа барғанды. Иә. Неге бармайсың онда? Еще ұнамайды маған бокс. Неге? Просто ол жақ тренировка жасау керек. Ұнамайды да просто. Жалпы боксқа қыздардың барғаны, қатысқаны, бокстасқаны дұрыс деп есептейсің бе өзің? Дұрыс. Сенің классында боксқа баратын қыздар бар ма? Жоқ. Онда неге дұрыс деп есептейсің? Өйткені Тәтеңе бола ма? бәріне болады. Жақсы, тәтең туралы айтып берсең. Тәтем ол маған көп жақсылықтар істейді. Ол күшті боксер. Сен тәтең немен айналысады дегенде, бокспен айналысады деп мақтанып айта аласың ба? Иә. Бокс жалпы бокспен қыздарға шұғылданған жараса ма? Жарасады. Егер таңдау тұратын болса сенің алдыңда, бокс не күрес деп қайсысын таңдар едің? Бокс. Неге күрес емес? Күресті онша ұнатпаймын, боксты кішкене ұнатамын. Тәтеңнің бокстарын көргенсің бе? Көрем. Кіммен бокстасқан саған ұнады? Білмеймін, бірақ... Телевизордан, е? Иә. Білмеймін, бірақ ол мен күнде телевизордан шыққанда жалет етем, жеңу үшін бірінші орын алуға сол. Кімдерді білесің сен бокстан? Кімдерді танисың біздің елімізде? Ешкім. Жігіттерден де қыздардан да ешкім танымайсың ба? Геннадий Головкин танымайсың ба? Оны танымаймын. Ол кім? Ол боксер. Қазақстанда тұра ма? Жоқ. Жоқ. Қалай ойлайсың қыздардың бокста, қыздардың ақшаға бокстасатыны? Дұрыс па? Дұрыс, жоқ. Дұрыс, жоқ. Ол қандай жауап? Білмеймін. Жақсы, сен волейболмен айналысасың, е? Иә. Айта қойшы, волейболда мысалы екі команда бар делік, е? Кәсіби волейболда кейінірек мысал ретінде ғой айтып жатырмын. Ақша үшін жарысқа қатысатындар. Ақша жеңіп алу үшін жарысқа қатысатындар. Мен соны дұрыс па, бұрыс па деп сұрап тұрғаным. Сенің ойыңша? Мен ақша үшін емес, өзім ойнағанға қызығамын.
волейболдың жарыстарына барғым келеді. Қалай ойлайсың, Қазақстанда спортпен айналысатын қыздарға жағдай жасалған ба? Жасалған. Жасалған. 100% сенімдісің бе? Иә. Мысалы, кружоктар бар тегін. Барам деген адамға, иә? Бара ма сенің достарың спортқа? Иә, барады. Қыздар, Иә. қандай спортқа барады? Біреулері волейболға барады. Біреулері анау теннисқа барады. Бірақ ешқайсысы боксқа бармайды. Ешкім. Ұлдардан ғана барады, болды. Демек, бокс тек қана ұлдардікі ма? Жоқ. Жоқ, бәрібір жоқ. Бәрібір Ләззат чемпион болады десе. Иә. Иә? Ләззат үйге жылап келді ме? Жеңілген кезде. Кішкене. Жылады ма? Кішкене. Ұтылып қалғанда? Иә. Мамаңа жылады ма? Жоқ, маған жылады. Ойбай, саған жылады ма? Ләззат, сен ары қарай бір тұра тұршы, біз өзіміз сөйлесіп алайық. Не деп жылады? Ештеңке емес, просто мені құшақтады, болды. Құшақтады? Мен оған айттым, жылама. Келесіде жеңесің, болды, солай. Көзін жасын сүртіп па? Иә. Кәдімгідей? Иә. Көп жылады ма? Жоқ. Көп бірінші рет жылағанын көрген сол кез. Қаншада еді ол кезде? Сен қанша дедің? Қашан еді ол? Ол бұрында болған. Қанша? Мен 9-да болғанда. Сен қазір де 9-дасың ғой. Иә. Сенің бұрының қай кез сонда? Бұрын білмеймін. Жаным, ол сондай өте шынайы екенсің. Бір-ақ рет жылады да, Ләззат? Иә. Содан кейін бірден күлді ме? Иә. Ләззат, менің ойымша өмірде өте көңілді қыз. Иә? Иә. Тәтең көңілді болып жүре ме, үнемі? Достары көп? Достар көп. Жігіт? Жоқ. Күйеуге тиген қалайсың ба? Иә. Тезірек? Иә. Рахмет. Тойға шақырсыңдар, мені? Иә. Түре ме?